Сәлем достар, бүгін мен сіздерге бауыр тортының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен осындай бауырларымызды бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Менде осындай блендер болғаннан кейін осы блендерге салам. Сіздерде егер мясорубка болса, мясорубкадан шығарсаңыздар да болады. Одан кейін мен сразу үстіне 2 жұмыртқаны саламын. Жарты стакан сүтімізді құйып, барлығын жақсылап 5-6 минут блендерлеп алатын боламыз. Бізде осындай өте әдемі масса дайын болып шығады. Татымына қарай тұз бұрыштарымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Сосын керегінше ұнымызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Сұйық май кішкене құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бізде осындай әдемі біркелкі масса шығатын болады. Тапамызды қыздырып алып, кішкене май жағып, одан кейін осылай уже жаңағы массамызды әдемілеп блинчик сияқты құйып, кезекпен кезек пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде осындай әдемі қызарып тұрып пісетін болады. Менде 10 штук блинчик шықты. Өте әдемі, жұп-жұқа, әрі жұмсақ болып тұр. Енді ортасына жаққанға әртүрлі начинка дайындауға болады. Біздің үйдегілерге тек осындай майонез ұнайтын болған соң, майонез бен чеснокты салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бетіне сәндік ретінде укроптарымызды турап аламыз. Одан кейін блинчигімізді қойып, жаңағы дайындап алған начинкамызды жағып, барлығын кезекпен кезек жинап алатын боламыз. Біздің бауыр тортымыз дайын болып шықты, өте керемет болып шығады. Егер сізге басқа начинка керек болса, описание бөлімінде басқа да начинкалардың түрлерін жазып кететін боламын, және де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Егер маған тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Менің каналымда басқа да пайдалы рецепттерді табасыздар.